Айна, сендерде бәрі дұрыс па? Мен жұмысқа кетіп бара жатырмын. Иә, кешім, бізде бәрі дұрыс. Қазір біз торт пісіреміз. Иә, әрине, тортқа көмектесемін. Мен бүгін өзімнің бөлмемді жинаймын. Бұл не хат? Не хат болды екен? Бірақ мен бұл хатты ашпаймын. Иә, мен уәдемде тұрамын, бірақ Айна білмеуі керек. Бұларда менен бір нәрсе жасырып жүргені бар ма? Не дейді? Айна білмеу керек дей ме? Айна, келе ғой. Тортымыз дайын болды. Айна, сені не үшін көңіл күйін жоқ? Кел бірге шай ішейік тортпен. Сіз менен бірдеңе жасырып жүрсіз бе? Қайдағы сөз бұл? Мен бағана сіздердің әңгімелеріңізді естіп қалдым. Не үшін не білмеуім керек мен? Айна, бұл жай уәде, сенің анана берген сөзің еді. Сонда сіз оны бұрыннан тандыңыз ба? Әкеме неге айтпадыңыз? Айна, сен өкпелеме. Себебі ол кезде бәрі басқаша болды. Анаң кетер алдында менен бір ғана өтініш етті. Айнаға қамқор бол деді. Демек сіз анамның өтінішін орындап жүрсіз бе? Иә, мен оны уәде ретінде қабылдадым. Бірақ мен сен үшін тек уәде емес, мен шын жүрегімнен қамқор болғым келеді. Мен сізге ақ сенгім келіп тұр, бірақ қазір бәрін түсіну қиын болып тұр. Айна, уайымдама, бәрін уақыт көрсетеді, қызым. Өткенде тауып алған хатты қайда қойдым екен? Ашып оқиын. Айнам, егер бұл хатты оқысаң, мен сенің қасында емеспін деген сөз. Сен өмірде қандай жағдай болса да жақсы адамдарға сен. Бір күні сені мені ең жақын досым қорғайды. Досым дей ме? Демек оны айтыпты ғой анам. Сізге бір айтарым бар еді. Өткенде бір хат тауып алып, оның бәрін оқыдым. Қандай хат? Иә, анам жазып кеткен. Ол сіз туралы айтқан. Сен менің ең жақын досым қорғайды депті. Ол сонда сіз бе? Иә, біз мектептен бері сырлас едік. Ол маған сені аманаттап кетті. Бірақ мен қорықтым. Сен мені қабылдамайсың ба деп. Неге айтпадыңыз бұны ертерек? Себебі сенің көзіңде үнемі реніш болды. Мен өзімді зорлап кіргім келмеді сенің өміріне. Кешіріңізші, мен сізге ашуланған кездерімде сіздің не өткізгеніңізді білмеппін.
Мен де сенің анаңды сағынам, Айна. Бірақ сен мен үшін оның бір бөлшегісің. Кім екен бұл? Барып есікті ашып келейін. Салтанат, сәлем. Қалайсыңдар? Кіруге бола ма? Иә, сәлем, қалайсың? Кіре ғой. Мәгүл саған. Саламатсыз ба? Сәлем. Ой, Айна, дәу қыз бопсың ғой. Тура ананың көзі бопты ғой көздерің. Сіз анамды танитын ба едіңіз? Иә, танимын. Мен сенің нағашың боламын ғой. Айна, бұл кісі сенің ананың бауыры, яғни ананың інісі. Сіз неге бұған дейін келмедіңіз? Өткенде көп нәрсе болған. Салтанат бәрін біледі. Не болып еді? Мен саған айтуым керек еді. Не жайлы? Сенің анаң ауруханада жатқан кезде мен оның жанында болдым. Сол сәтте дәрігерлерге хабарласуым керек болған, бірақ мен кешігіп қалдым. Яғни анам сіздің көзіңіздің алдында? Иә, мен оны құтқара алмадым. Сол үшін өзімді кешіре алмаймын. Сол себепті саған қамқор болуды өзіме міндет еттім. Сонда сіз осы уақытқа дейін кінәлі сезіммен өмір сүрдіңіз бе? Иә, әр күнім сол сәтті еске түсіреді. Бірақ сен мені өміріме жарыға келдің. Мен өзімді қайта кешіре бастадым. Мен сізді түсіндім. Менің анам да сізді кешірген болар. Мен де кешірдім. Сіз мені анамның орнын баса алмасаңыз да, жүрегімде өз орныңыз бар.